Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 57-ші сабағы. Тақырыбы уақыт, сағат. Балалар, бүгін сендер уақыттың өлшем бірлігі сағатпен танысасыңдар. Бірінші есеп. Сағат үлгілеріне қара. Балалар, мына суретке мұқият назар салып қараңдар. Бұл жерде сағаттың бірнеше түрі көрсетілген екен. Яғни бұл суретте құм сағат, электронды сағат, қол сағат, қабырға сағаттарын суреттері бейнеленген екен. Қабырға сағаты сағат 1-ді көрсетіп тұр. Қабырға сағатында циферблат және сағат тілі болады. Циферблат дегеніміз сағаттың бетіндегі сандар орналасқан дөңгелек бөлігі. Сағат тілдері осы сандардың үстінде жүреді. Циферблат бізге уақытты оңай көруге көмектеседі. Сағаттың қысқа тілі сағатты көрсетеді, ал сағаттың ұзын тілі минутты көрсетеді. Балалар, мына ережені жаттап, естеріңе сақтап алыңдар. Уақыт бұл шама. Сағат деп біз уақыт өлшем бірлігін айтамыз. Келесі екінші есеп. Сағаттың үлгісін жаса. Сағат тілін айналдыр. Уақыттың неше болғанын айт дейді. Балалар, сағаттың үлгісін жасау үшін ең алдымен домалақ циферблаттың ішіне сандарды тура осылай орналастырып шығамыз. Мен бұл жерде қызыл стрелканы көрсетіп қойдым. Тура осы қалпында 1, 2, 3, 4, арқара 12-ге дейін тура осы қалыпта орналастырып шығамыз. Содан соң сағат тілдерін қоямыз. Бұл жерде сағат тілі 3-ті көрсетіп тұр. Яғни сағаттың қысқа тілі сағатты көрсетеді, ал ұзын тілі минутты көрсетеді. Демек, бұл жерде сағат 3-ті көрсетіп тұр. Әрі қарай балалар, бұл тақырып, яғни уақыт, сағат тақырыбы сендерге түсінікті болсын, мен мынандай бір сағаттың үлгісін қойдым. Бұл жерде балалар сағат 7-ні көрсетіп тұр. Ал балалар, мына суретте ше, сағат тілі нешені көрсетіп тұр? Өте дұрыс айтасыңдар. Сағат 9 екен, е? Келесі үшінші есеп. Әлияның апта бойы не істегенін қара. Уақытты сағат бойынша анықта дейді. Балалар, төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Әлия дүйсенбі күні сағат 1-де биге барды. Ал ертеңіне, яғни сейсенбі күні Әлия сағат 2-де домбыраға барды. Сәрсенбі күні сағат 3-де велосипед тепті. Бейсенбі сағат 2-де сурет салды. Жұма күні сағат 4-де биледі. Сенбі сағат 5-де Әлия кітапханаға барды. Әлия жексенбі күні сағат 3-де жүзуге қатысты. Өзіндік жұмыс. Келесі 4-ші тапсырма есепте дейді. 3 сағатқа 4 сағатты қосқанда 7 сағат болады. 9 сағаттан 5 сағатты азайтқан кезде 4 сағат қалады. 10 сағатқа 30 сағат қосқанда 40 сағат болады. Келесі бағандағы сағаттарды есептейік. 60 сағаттан 40 сағатты азайтқан кезде 20 сағат қалады. 10 сағатқа 10 сағат қосқанда 20 сағат, оған тағы 20 сағат қосқанда 40 сағат болады. Келесі 60 сағаттан 10 сағатты азайтқан кезде 50 сағат қалады, ал 50-ден 10 сағатты азайтқан кезде 40 сағат қалады. Сен зерттеушісің. Келесі 5-ші тапсырма неше сағат өтті дейді. Балалар, бұл тапсырманы орындау үшін ең бірінші сағатқа қараймыз. Бірінші сағатта сағат 8-ді көрсетіп тұр. Ал екінші сағатта сағат 10-ды көрсетіп тұр. Демек 8-ден соң 9 болады. Арасы 1 сағат, 9-дан 10-ға дейін екінші сағат болады. Демек 8-ден 10-ға дейінгі уақытта 2 сағат өткен екен. Немесе оны былай да есептеуге болады. 10 сағаттан 8 сағатты азайтамыз, 2 сағат қалады. 2 сағат өтті. Келесі екінші бағандағы сағаттарға қарайық. Бірінші сағат 6-ны көрсетіп тұр, ал екінші сағат 9-ды көрсетіп тұр. Демек 6-дан 7-ге дейін 1 сағат, 7-ден 8-ге дейін 2 сағат, 8-ден 9-ға дейін 3 сағат екен. Демек 6-дан 9-ға дейін 3 сағат өткен екен. Немесе балалар былай есептеуге болады. 9 сағаттан 6 сағатты азайтамыз, сонда бізде 3 сағат қалады. Демек 6 сағаттан 9 сағатқа дейін 3 сағат өтеді екен. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар.
Келесі сабақта кездескенше.